Баршаңызға қайырлы күн, достар. Біз бүгін сіздермен мынандай өте жұмсақ, нәзік, дүкендегі лакомкадан еш айырмасы жоқ лакомка пісіретін боламыз. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы жылы май. Майымыз міндетті түрде жылы болу керек. Егер салқын болса, онда микроволновкаға 10 секундқа салып алсаңыз болады. Соның үстіне қант, дрожж, тұзымызды салып араластырамыз. Содан соң жылы сүтімізді құямыз. Жұмыртқаларымызды саламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін електен өткізілген ұнымызды 2-ге немесе 3-ке бөліп саламыз. Мен 2-ге бөліп салдым. Осы екінші бөліктен кейін қолмен қамыр илеуімізді бастаймыз. Міне бізде осындай жұмсақ, нәзік қамыр шықты. Енді осы қамырдың бетін жауып, көтерілгенше жылы жерге 1 сағатқа, 1,5 сағатқа қойып қоямыз. Ал оған дейін крем дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге сарыуыз және де кукуруз крахмалы қажет. Егер де кукуруз крахмалы болмаса, онда картоп крахмалын қолдансаңыз болады. Бірақ кукуруз крахмалын сатып алып қойсаңыз, ол өте біразға жетеді. Менде мысалға мына кукуруз крахмалын Астикордан мен 175 теңгеге сатып алдым. Екеуін жақсылап араластырамыз. Одан кейін алдын ала ысытып қойған сүтіміздің кішкене бөлігін құйып, тағы араластырамыз. Сүт қайнаған болмау керек, тек ысытылған болу керек. Және де сарыуызды құйғаннан кейін бірден араластырып бастаймыз, әйтпесе біздің сарыуызымыз пісіп кетуі мүмкін. Кішкене құйып араластырып алдық. Енді 2 қоспаны бір-біріне қосамыз. Қантымызды саламыз. Және араластыруды ары қарай баяу отта жалғастырамыз. Біздің креміміз қоюлануы қажет. Қоюлана бастаған кезде үстіне таза 82% майымызды салып 30 секундтай араластырамыз. Мінекей біздің креміміз дайын болды. Енді дайын кремімізді бірден ыстық ыдыстан басқа ыдысқа ауыстыру қажет. Мінекей ауыстырып аламыз. Бетін целлофанмен жабамыз. Целлофанымыз міндетті түрде кремнің бетіне жабысып тұруы қажет. Мінекей видеодағыдай осылай жауып қоямыз да. Бөлме температурасында су қажет. Суғаннан кейін тоңазытқышқа салып қойсаңыз болады. Біздің қамырымыз көтерілді. Көтерілген қамырымызды өзіңізге ыңғайлы етіп бөліктерге бөліп алсаңыз болады. Мен 13 бөлікке бөлдім. Себебі бізге үлкен лакомкалар керек жоқ, орташа лакомкалар болады. Міне менде 13 бөлік шықты. Енді осы 13 бөлікті домалақтап жинап қойып, бетін орамалмен жауып қоямыз. Домалақтап болған соң бірден жұмыс істеуді бастаймыз. Әрқайсысын алып, менде осындай 2 см, 1,5 см қалыңдықта жайып, ортасына май жағып, осылай бүктейміз. Май жағу міндетті, себебі әйтпесе қамырымыз бір-біріне жабысып қалады. Міне осылай істеп аламыз. Содан соң бетін жауып 20 минутқа қалдырамыз. Бізде көтерілуі керек.
20 минуттан кейін мінекей бізде осындай болып көтерілді. Бетіне жұмыртқаның сарысын немесе жұмыртқаның өзін жақсаңыздар да болады. Менде қолдың жұмыртқасы, сол себепті сап-сары болып жағылды. Жұмыртқаны жағып 180 градуста қызып тұрған пешке 15-20 минутта пісіріп аламыз. Дайын болған қамырымызды суытамыз міндетті түрде, және де тоңазытқышта тұрған кремімізді алып ортасына 2 шай қасықтан саламыз. Менде осы 13 бөлікке 2 шай қасықтан салсам ровно жетеді. Және де жарты шай қасықты осылай бетіне жағып, оны орехпен сәндейміз. Орехты мен блендердан өткізіп майлап алдым. Егер блендеріңіз болмаса, онда үйде оқтаумен майдалап жіберсеңіз болады. Мінекей осындай болып шықты. Жасап болғаннан кейін міндетті түрде 1,5-2 сағатқа крем сіңуіне қойып қойсаңыз өте жақсы болады. Ас болсын.